Бүгін Бақиян айылдық күрөш залында 1992 жылғы әкелер ұйыштырған спорттық мелдеш болып отыр қырғыз күрөш бойынша. Бұл жерге Бақиян, Бейшеке, Бақаята районынан келген дағы оқытушылар бар екен. Оқытушылар арасындағы мелдеш өзі ушул жақтан тартылған видеолардан бөлүштүрүүгө аракет кылабыз. Барышка кутманын каалайм достор. Балдардын ушунчалык көп экен, мода майкыздар болот мынакей. Бут кийим коерго жер жок. Kim баласысың? Атам бол. Атаң аты ким? Расул бул. Сен күрөшкө келдиң ми? Молодец. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан. Жаныма дары арча карагайын. Erkin. Üç kulağına. Мен Сатыбалдиев Арстанбек, Бакыян айылынын кыргыз күрөшү боюнча машыктыруучу болом. Карабыра районунун балдарга билим берүү борборунун мугалимимин. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан. Omuzun kandırat kollarımdı. Men senin tıranının Kırgızistan. Men senin talayına, men senin talayına. Senin talayına tuğlan. Eske kelesin, жүрөкөйүн бересиңден бересиң. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, көңүлдүн асманында өңгөнөсүң. Жеңишке Санжарбек Нургелдин жетишти. Бүгүнкү мына 1992 жылкы әкелер уюштурган мелдеште жеңишке жетишкен азаматтар кут болсун. Ар бир салмакта 3 орундан биринчи, экинчи, үчүнчү орунга жетишкен окуучулар. Oyun жақсы өтті, ешқандай травмасы жоқ, бөле бүтін жоқ. Неден сізге бағанарға ойын қылып ұйыштырып беріп жатқан біздің айылдың 1992 жылғы балаларына чоң рахмат. Бұлардың да іштерінде үйгелеріне ынтымақ бақыт талай. Ана ушу айылыбызда, мамлекетибизде дайыма тынчтык болсун. Анан жолу келе жаткан биздин жаңы жыл Ноорус майрамына менен баарыңарды куттуктайм. Баарыңарга ден соолук. Баарыңарга ден соолук. Ынтымакта дайыма бирде жеңүүчү болот, бирде жеңилүүчү болот, ошого чыдаган спортчу мыкты спортчу болот. Ошол үчүн дайыма эч убакта берден мен жеңилип калдым жолдо, мен жеңилдеп көтөрүлбөш керек, чөкпөш керек, дайыма бир
Халықтарынан бұл жерде ағайындар тұрады. Шекербек ағайларға да чоң рахмат. Сіздердің үйлеріңізге бақыт қалай, ынтымақ дайыма Қырғызстанның жерегін желбіреткен осындай мықты нысандарды шығарады. Бүгін алтын салмақта бірінші орынды иелендім. Ошо уюштуруучуларга рахмат. 92-жылкы акелерибизге. Биринчи эле матч туруусубуз Сатыбалдиев Арстанбек агайыбызга рахмат. Ошо мага биринчи орунду жеңүү өтө оор болду. Бардык соперниктер катуу даярданып келиптир. Ошо рахмат. Бакыян Кыргыз күрөш!